Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Украинаның тарихи жеңісі. Мүмкін бүкіл адамзат тарихындағы аса үлкен маңызды жеңіс. Бұл біз сөйлейтін бірінші тақырып. Екіншісі Тоқаевтың Қытайға сапары. Бұл біз сөйлейтін екінші тақырып. Сонымен қатар Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлының Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті жағынан тұтқындалып, Алматы қаласының полициясы жағынан 15 күндік қамаққа қамалғаны туралы ойымызды айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бұл әңгімені жалғастырардан бұрын біз қазір сіздерге 17 май күні 2023 жылы Нью-Йорк уақытыменен өте кеш болып тұр қазір кезде. Сағат біздер қазір 4. Осы уақытта түстен кейінгі 4. Сіздерге осы уақыттағы ақпараттарды біраз айтайық. Дәл қазір біздің Алматыда таңғы сағат 4, бізде кешкі сағат, Нью-Йоркта кешкі сағат 6. Сіздерде таңғы сағат 4. Айыпқа бермаңыздар, уақытсыз уақытта шыққаныма. Бірнеше күн бойы іс сапармен қарбалас болдым. Жолда болдым, сапарда болдым. Сондықтан түрімде міне шаршаңқы тұр. Баршадарыңыздан кешірім сұраймын. Ендеше кеттік. Бұл аса маңызды ірі оқиғалардың бірі. Бұл қазіргі біздің қазақ тілді қоғамда үш үлкен оқиға. Украинаның жеңісі, Тоқаевтың Қытайға сапары, Бекзаттың 15 күнге қамалуы. Бұл үшеуінің маңызы мен мәні бірдей. Ресейдің осы уақытқа дейін әлемге әйгілі Су-34 және Су-35 деген екі ұшағы бар еді. Осы екі ұшағы, екеуі де бұлар Fighter Jet және Fighter Bomber деп аталатын. Ағылшын тілінде Нью-Йорк посттың жазуында Su-34 Fighter Bomber and Su-35 Fighter Jet екеуі бір жолда атып түсірілді және әскери тікұшақ Mi-8 ол да атып түсірілді. Одан екеу. Сонда екі әскери тікұшақ Mi-8 және екі әскери Fighter Jet, Fighter Bomber, яғни бомбалаушы соғыс ұшағы Су-34 пен Су-35 бір жолда 4 әскери техникадан Ресей айырылды. Ал бұны атып түсірген тағы да Украина. Бұл туралы nypost.com сайтында жазды. For Russian aircraft shot down деп жазды. Бұл енді өте таңғажайып оқиға. Енді бұл нені білдіреді? Біріншісі, Украинаның әуе кеңістігі өткенде Ресейдің Кенжалын атып түсіргеннен кейінгі екінші оқиға. Кенжалды атып түсіру арқылы Ресейдің осы уақытқа дейін мақтап аспанға ұшырған Кенжалының түк емес екендігін, оның өзін 80 жылдары жасалған Американың Патриот әуе шабуылынан қорғану кешені атып түсіргенін дәлелдеп, Ресейді жер әлем алдында масқара қылғанын айтқан болатынбыз. Және онымен қатар бұл Американың әуе қорғаныс жүйесінің осыншама мықтылығы, Ресейдің жыбыстан жылдамдайтын бұл Кенжал зымыранын атып түсіруі Қытайға да уайым туғызды. Себебі дәл сондай әуе қорғаныс жүйесі Тайванда бар. Ал Қытайдың осығанға дейінгі зымырандарының барлығы сол Кенжалдың ар жақ бер жағында. Енді Қытай Тайванға деген анау-мынау әңгімесін айта алмай қалды. Шын мәнде Қытайдың үні өшіп кетті. Бұл шын мәнде өте бір жағымды жаңалық. Енді мынау Ресей территориясындағы Су-34, Су-35-ті атып түсіру,
Бұл Ресейдің тіпті осы Латын Америка, Индия, Түркия, Араб елдеріне сататын үлкен бизнес көзі болатын. 80 миллион, 100 миллион долларға сататын бұл заттарын. Оның ішінде жаңағы анау мынау шұрым-бұрымдарын, хабарласу құралы бар, спутниктік бірдеңкесі бар, қиқым-бейқыммен сатса 100 миллионнан асатын бұл заттары енді америкалық жойғыш зымырандардың алдында түк емес. Және осы ұшақтардағы жүргізушілер, мамандар бәрі өлген. Қазір Ресейдің осындай әуе ұшақтарын айдайтындарының өзі шошып отыр. Неге? Оларды қорғайтын радарлық жүйе жоқ. Оларды қорғайтын әуе қорғаныс жүйесі жоқ. Енді қазір батыстың сарапшылары бір нәрсені айтады. Англия қазір Украинаға 300 шақырымнан асатын жерге жететін зымырандарды беріп жатыр. Америка беріп жатыр. Байқағандарыңыздай, осы қару-жарақ беруде қазір Англияның рөлі барған сайын артып келе жатыр. Англияның рөлі. Неге? Америка ол тіке Ресеймен ұстасқаннан гөрі сақтанған рөлде тұрды. Енді қазір анау Еуропа құрлығының ар жағында тұрған, теңізде тұрған Англия Ресейменен келсең кел деп сол бекініп отыр. Ал Англиямен соғысуға Ресейдің шамасы жоқ. Неге? Бірі территориялар тұтаспайды, мүлде бөлек. Екіншісі Еуропа құрлығының ар жағында. Үшіншісі қаржылық, техникалық мықты ел. Енді барлық бәле-қаланы Америкаға артып келген Ресейге енді Англияға тиісу, ол тіпті Еуропаға қауіп төндірумен бірдей. Сонымен сөздің шыны Путин не істерін білмей, кімге ренжірін білмей, кімді боқтарын білмей, Путиннің жаңағы шипасы бітіп отырған жағдай осы. Бұл шынында бір таңғажайып қызық құбылыс болды. Қазір сөздің шыны керек. Осы соғыста Украинаны қолдау жағынан Англия алдыға шығып кетті. Бұл да бір тактика болуы мүмкін батыстың. Америка осы алдыда мен шошаңдай бермейін, Аляскада да шекараласамыз, теңізде де жаңа суасты сүңгуір кемелеріміз соқтығысып қалмай тұрғанда, Англия осы алдыңғы жақта сен жүресің ау деп Англияны алдыға салып қойып, артында Америка тұрған болуы да бек мүмкін. Енді дәл осындай кезде Зеленскийдің бүкіл осы Еуропа елдеріне шұғыл жіті сапары да көбейіп кетті. Енді қазір мамандар бір нәрсені болжап отыр. Ол Зеленский енді Донецкі, Луганскі, Бахмутты да қоя тұрып, Ресей соғыс ашпаған жерден Ресейдің ең жақын шекаралық қалаларын жаулап алуы мүмкін. Сөйтіп Путинді масқара қылуы мүмкін. Путин мысалы мақтанып отыр. Аны 14 жылы алдым, Қырым менікі, Донецкі менікі, Луганскі менікі, бәрін мақтанды. Енді қазір Бахмуттан шегініп жатыр, қашып жатыр. Анау жаңа Пригожин ол бүкіл жер әлемге масқара болды. Әлеуметтік желіде өздеріңіз көргендеріңіздей, тіпті бір Африканың қара зеңгілері Пригожиннің жаңа боғауыздарын үйреніп алып, енді акцентпен айтылған, бұзыңқырап айтылған орыстың боғауызменен жаңағы Шойгу, анау мынау деп бақырған жаңағы, қару-жарақ қайда, анау мынау деп боқтаған орыстың боғауызы қазір бүкіл дүние жүзінің әлеуметтік желісінде елдің бәрі соны әзілге айналдыратын, күлкіге айналдыратын бір ойынға айналды. Енді өте қорқынышты, тіпті Твиттерде өте сұмдық тараған бір ажуа фото. Ол ажуа фото осыдан сәл бұрын, бірнеше ай бұрын, анау Шығыс Еуропадағы атақты дипломат кісінің бір, былай қарасаң, сәл ұяттау, бір, былай шын мәнді ұяттау емес, өте мәнді мағыналы бір ажуа фото сурет жарияланды. Онда кәдімгі адамның сұлбасы, басы домалақ, кеудесі екі қолы бар. Адам, әжетханаларда бір ерлердің әжетханасы мен әйелдердің әжетханасының алдына бір ерлерді шалбар кигізіп, әйелді көйлек кигізіп қойған бір суреттер болады ғой. Бас топ-домалақ, іштен кемесі бір бас топ-домалақ шеңбер, сосын 4 бұрыш иық, сосын 2 бұт тұр шалбармен. Ол еркектердің әжетханасы, мына жақта әйелдердікі. Сонда анау Шығыс Еуропалық атақ дипломат атын ұмытып отырмын.
Ол мынандай бір ажуа сурет дайындап еді. О да бастың орнына, жаңа домалақтың орнына фашистердің белгісі тұрған, яғни айқасқан екізі фашистердің белгісі тұрған суретті арт жағынан келіп, орыстардың, коммунистердің орақпен балғасын суретін жаңағы басына соны қойған еркек, анау фашист, неміс фашистер, ол әйел, сол екеуінің жаңағы нетіп тұрған бір фотосы болады. Мына жақта артынан жаңағы басында орақ балғасы бар менен, басында немістің фашистердің таңбасы бар, екеуі қол ұстасып, ортасында бала бар, ал баланың басында мынау Путиннің Z таңбасы тұр, Z таңбасы тұр. Яғни Z деген таңба, күйеуі орақпен балға болған, әйелі Гитлердің фашисті болған, мысалы, сол екеуінің махаббатынан туындаған Z дегенді білдіріп тұр. Осы ажуа сурет кезінде бүкіл Твиттерді жаулады. Бұлай қарасаң, аздап эротика сияқты. Бірақ эротика емес. Сол неміс фашизмінен, коммунистік фашизмнен орыстың путинизмі, орыс шовинизмі туындағанын көрсетіп отыр. Тура осындай тағы бір эротика десең эротикаға келетін, бірақ саяси мәнімен астары өте жоғары екінші бір ажуа сурет тарады. Біз оны Твиттерде көшіріп алып бөлісіп қойдық, Фейсбукке де, Инстаграм, Ютубке де салып қойдық. Ол қалай? Путин, кәдімгі орыстың алқашы, бүк түсіп, құйрығы көктен келіп жатыр. Алқаш, шалбар шешілген, анау көтен жақ деген ашық, мына жақта Путин, кәдім Путин, мас боп. Анау орыстар, жұрттың бәрі, бүкіл дүние жүзіне орыстың образы, екі түрлі образ. Бірі жезөкші, ол орыстың образы. Екінші алқаштық, орыстың образы. Орыстың бүкіл жер әлем алдында қалыптастырған образы аталмыш великий орыс халқының образы, бірі жезөкше, еркегі алқаш деген. Тура сол образбен жаңа Путин мас болып, құйрығы аспанға қарап жатыр, бірақ тура сол құйрыққа кәдімгі орыстың үш реңді туын әкеп, құйрыққа шаншып кеткен. Бұл сурет қазір бүкіл Твиттерде, бүкіл батыстың ірі саясаткері бар, анау бар, тілшісі бар, мілшісі бар, жаңағы интернеттегі несі бар, бәрінде тұр. Енді бұлай біздің қазақ қоғам бойынша ойбай, ұятай деп жаңағы қазақтың Абай атам айтпақшы, ұялатын жерде ұялмай, ұялмайтыннан ұялатын бір мінезіміз бар. Бұны Абай да айтқан. Ұялмайтыннан ұялып, ұялатыннан ұялмайтын мінезіміз. Бірақ тура осындай сурет, енді бұл жерде ешкімнің бір жаман жерін әуретін көрсетіп тұрған жоқ. Бірақ орыстың туын тура Путиннің бір жеріне шаншып қойған, алқаш Путин жаңа тоңқайып жатқан сурет қазір бүкіл батыстың әлеуметтік желісіндегі ең кең тараған сурет болып, бүкіл әлемге масқара қылып тұр орысты. Яғни бұл жауды ажуалау. Бұлай қарасаң, міне мен анау бір Инстаграм парақша бар, Серікжан сызықша Біләш сызықша USA деген. Енді ол бұрын, ол аккаунтты біздің бір бауырымыз сатып алып, Секен мынаны сіз пайдаланыңыз, 265 мың адам бар екен деп маған сыйға тартып еді. Сөйтсем ол бұрын қалаулымның видеосын таратқан аккаунт екен. Енді өз жердегілерде сол қалаулымды көретін категориядағы кісілер екен. Ойбай, бетім ай деп жаңағы қызы үйде оң жақта отырып туып қалғандай бетін шымшып, масқара болып, ұялмайтыннан ұялып қап, ұлы орыс халқын бүйтіп масқаралауға болмайды, ұлы орыс халқы деп естері шығып жатыр екен. Ал бұл жердегі әңгіме орыс біткендігінің дәлелі. Міне Украинаның тарихи жеңісі, бірі кенжалдатып түсіру, екінші орыстың 4 ірі әскери техникасы тікұшағына дейін атып тастады. Ал бұл тікұшақтарды ойлайсыздар, тікұшақ деген жаңағы Су-34 файтер бомбер, Су-35 файтер жеттердің қасында, бомбалаушы әскери техниканың қасында деп. Не деп? Бұл тікұшақтар кәдімгі электроникалық соғысқа пайдаланатын, қарсы жақтың радарларын аздыратын, қарсы жақтың электроникалық барлау, бақылау жүйелерін аздыратын, анау әскери ұшақтардың төбесінен бір түрлі электроникалық қорғаныш қабатын қалыптастыратын ұшақ екен. Оның өзін атып тастады.
Және қай жерде? Украин территориясына жақын жерде, Украин шекарасына жақын жерде. Ал енді осыдан барып, Англия берген 300 шақырымдық қаруы бар, Америка берген кеңістікті қорғайтын қаруы бар. Енді Украинның ең жақын шекарасынан атса, Қырымға жететін болды. Украин енді ештеңеден қорқпайтын деңгейге барды. Енді Украина не істейді? Енді көп адам айтып жатыр, Донецк, Луганск, Қырымнан бөлек Ресейдің басқа бір ірі қаласын Украина басып алуы мүмкін деп жатыр. Ал ол деген сөз Путин орыстардың алдында тіпті де масқара болады. Бұғанға дейін орыстың әкесі, құтқарушысы, екінші Петр болып көрінетін, міне құлаған Совет одағын қайта қалпына келтіреміз деп, өздерінің жаңағы бір асқан шовинистік, расистік, орыстың шовинистік жаңағы ауруларменен әбден ауырған тобырларына өзін көсем көрсететін Путинді масқаралаудың басқа бір жолы осы деп отыр. Ал Зеленский оған бара ма, бармай ма? Бұл осы май, осы июнь алда соғыстың ең бір шешуші сәті болған. Қатарынан келген екі жеңіс. Кенжал орыстың ең атақты зымыранын атып түсіру, және орыстың ең атақты екі бомбалаушы ұшағын, ең атақты электроникалық адастырғыш сигнал тарататын тікұшағын атып түсіру. Ал өзі адастырғыш сигнал таратамын деп отырған өзі нысанаға ілінгеннен кейін, енді орыстардың жаңағы адастырғыш сигнал тарататын ешқандай жабдық іске жарамайды деген сөз. Көп адам түсінбейді, бұл адастырғыш сигнал тарату деген не? Мысалы, алдыңғы жолы Нанси Пелоси, Американың, білесіздер, Тайванға келді. Тайванға келетін кезде Қытайлар ойбай деп, осы Нанси Пелосиді атып тастайтын болып, Қытайдың жаңағы әскери мамандарына дейін ақ деді, көк деді, ауыздарынан көбік ағып, ана Қытайлар бақсы құсап, құтырып, өздерінен өздері бірдеңе болып кетті. Сөйтсе, Нанси Пелоси сол Қытайдың биік әуе кеңістігінен өтіп кеткен, Қытайдың бір радары білмейді. Неге? Анау Нанси сол жақындағанда Американың әскери ұшақтары таратқан адастырғыш сигналдан Қытай ол ұшақтардың орнының қайда екенін білмей қалған. Қайда ұшқанын, қайда қонғанын білмей қалған. Оның бірде-бір спутнигі ананы көре алмай қалған ғой. Қысқасы анау. Былайша айтқанда Қытайдың барлаушы, бақылаушы жердегі радар, әуедегі спутнигінің бәрін адастырып жүретін сигнал таратқан. Тіпті Американың электроникалық адастырғыш сигнал тарататының күштілігі соншалық, Қытайдың бүкіл жоғары қарқынды темір жолын бірақ тоқтатып тастап отыр. Қытай бармағын шайнап та қалды. Енді қазір шын мәнінде орыс пен Қытай не істерін білмей тұр. Бір қызығы. Путин мүлде үнсіз қалды. Есіреңдеген, әкіреңдеген Путиннің үні өшті. Енді Путин, егер Зеленский сол Еуропадағы елдерді қысқа іс-сапарында көріп қайтқандай, Зеленский егер мүлде басқа Ресейдің бір қаласын басып алған жағдайда, мына соғыс болмаған басқа қаланы басып алған жағдайда, онда Путиннің бүкіл жері әлем алдындағы, әсіресе орыс шовинистері алдындағы шипасының біткен осы. Бұл бірінші. Екіншісі, қазір орыстың шовинистік пиғылмен ауыратындары жер әлемде қайта бас көтере бастады. Германияда олар Совет одағының туын көтеріп шығып еді, герман полицейлері ұрып жүріп, қуғындап жүріп, әкелер тұтқындады. Бұл видео әлеуметтік желіде тарады. Ал Канадада да солай бастап, орыстың ертеректе Канадаға барған шовинистері Совет одағының туын көтеріп шығып еді, оны қарапайым халық тасталқанын шығарып тастады. Қарапайым халық. Бұл тарихи зор жеңіс алдағы осы майдың, міне бүгін 17-сі болса, алдағы 2 апта июньға дейінгі әр күні біз Құдай қаласа ең жағымды жаңалықтарды бірінші кезекте сіздерге жеткізіп отырамыз.